Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы туризм. Оқу мақсаттары: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерді дұрыс қолдану. Құрметті оқушылар, сендерге екі баған беріліп тұр. Дәйек сөз және көтерілетін мәселе. Дәйек сөз бағанында берілген мәтінді мұқият оқып, көтерілген мәселені анықтаңдар. Сонымен бірге, оқушыларым, туризм деген сөз ол француз тілінен аударылған. Ол адамның бос уақытында демалу деген мағынаны білдіреді екен. Егер ол жақын жерде демалатын болса, ол серуендеу деп аталады, алыс жер болатын болса, саяхаттау деп аталады екен. Құрметті оқушылар, Қазақстандағы туризм атты тыңдалым материалын арнаулы сілтеме арқылы кіріп, мұқият тыңдайық. Экономикасы қарыштап дамыған көп елде туризм негізгі кіріс көзі саналады. Қазақстанда сол елдердің тәжірибесін негізге алып отырып, әлем экономикасында туризм саласы табыс әкелу көрсеткіші бойынша 5-ші орында тұр. Дамушы елдердің экономикасында 3-ші орында, яғни жанар-жағармай мен азық-түлік өндірісі салаларынан кейін орналасқан. Бүгінде аталған нарықтағы ақша айналымы 1,4 триллион долларға жеткен. Бұл мәліметті бүкіл әлемдік туристік ұйым келтіріп отыр. Жылдан жылға бұл көрсеткіш артып келеді. Сондықтан ел экономикасын қолдау мақсатында әлемнің көптеген елдері халықаралық туризмді дамытуды қолға